Қан айналым кезінде бауырдан өтіп, онда зиянды заттар сезіледі. Осы заттар егер денсаулығы жақсы, зат алмасу қалыпты болса, табиғи жолмен сыртқа шығарылады. Ал егер бауыр әлсіресе, онда сүзілген зиянды заттар бауырда және өт қабында, өттің өзінде тас түзіледі. Бауыр ластануын көрсететін негізгі белгілер мынандай. Бас себепсіз жиі ауырады. Оң жақ қабырға астынан ауырсыну сезіледі. Іш жиі қатады. Тері сарғыш немесе жер түстес бола бастайды. Тыл үстіне қақ тұрады. Сондай-ақ көз қарашығының айналасы сарғыш тартады. Кей-кейде жүрек айнып адамның құсқысы келеді. Жиі кекіру, іш кебу, ауыздан темір иісі немесе ащы дәм сезіну де бауырдағы қалыпсыздықтан хабар береді. Бауыр таза емес адам тез шаршайды. Көңіл күйі үнемі төмен тартып тұрады. Адам ашуланшақ, ұстамсыз болып кетеді. Міне осы аталған белгілердің қай-қайсысы білінсе, дәрігерге көрініп тексерілген абзал. Ал достар, бүгін сіздермен бірге жүз жаса каналы бауырды үй жағдайында қандай әдіспен тазалауға болатынын айтатын боламыз. Көп адамдар менің каналыма тіркелмей қарайды екен. Сіздерден өтініш, маған тіркеліп қолдау көрсетсеңіздер, сіздердің әрбір қолдауларыңыз мені шабыттандырады. Бауыр адам ағзасындағы ең үлкен әрі маңызды мүше. Бауыр біздің өміріміз үшін жұмыс жасайды. Бауырдың саулығы бет бейнеміздің айнасы. Бауырыңыз сау болса, басқа ағзалар үшін қам жемесеңіз де болады. Бауыр шлаққа толса, май басады, цирроз пайда болады, әлсіздік билейді, семіздік мазалайды, тері сұлулығын жоғалтады, көзіңіз қарауытады. Сондықтан да бауырдың саулығын сақтап дұрыс жұмыс істеуін қадағалап, уақытында тазартып тұру керек. Бауырды түрлі әдіспен жуып тазартуға болады. Ал біз қарапайым сусындармен жуу әдісін ұсынамыз. Бірінші, сәбіз шырны. Тамаша таңдау. Сәбізді шекедей жесеңіз де, шекі сәбіздің шырнын дайындап ішсеңіз де көмегі орасан. Егер сәбіз шырнын саумалдық шырнына араластырып ішсеңіз, бауырыңызды жаңа қалпына келтіре аласыз. Сәбіздің құрамындағы флавоноид, бета-каротин және А дәрумені сіздің ағзаңызға, әсіресе бауырға өте пайдалы. Екінші, көктен дайындалған сусын. Көктерге қырыққабат, саумалдық, қызылша сабағы, салат жапырағы, аскөк пен ақжелкен жатады. Осы көкөністерден салат дайындап жесеңіз де болады. Ал бірақ сусын әзірлеп ішсеңіз, бүкіл ағзаңыздың жұмысын жақсартады. Бауырды тазалайды, емдейді, әрі саулығын ұзақ уақытқа сақтайды. Үшінші, бұл көк шай. Сіз бүкіл ағзаңызды улы заттан тазартып, зат алмасу жұмысын жандандырғыңыз келсе, алысқа көз тікпеңіз. Ас үйіңізде көк шай сіздің арманыңызды әп-сәтте орындайды. Көк шай улы заттарды жоятын антиоксидантқа бай. Бұл сусын майды ертеді, бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Ол үшін күніне бірнеше шыны қантсыз көк шай ішуді әдетке айналдырыңыз. Ем кезінде кофе, қара шай, газдалған сусыннан бас тартыңыз. Куркума шайы. Куркума ас үйден орын алатын дәмдеуіш. Сонымен қатар бауырдың саулығын жақсартатын қол жетімді дәрі. Таза, тегіс, жаңа, жас теріге ие болғыңыз келсе, бауырыңызды тазартыңыз. Ол үшін куркумадан шай әзірлеңіз. Дайындау әдісі қарапайым. 1 шай қасық ұнтақты 1 литр қайнаған суға салып, 10 минуттай баяу отта қайнатасыз. Оған аздап лимон шырны мен шымшым қара бұрыш араластырып ішіңіз. Цитрусты жеміс шырны. С дәрумені мен антиоксидантқа бай цитрусты жемістер бауырды тез әрі тиянақты тазалайтын қасиетке ие. Сондықтан да бұл жемістерді жиі жеңіз. Лимон, грейпфрут, апельсин, лайм сынды жемістердің ас мәзіріңізден түспеуін қадағалаңыз. Дүкендегі дайын шырынды алмаңыз. Оның орнына өзіңіз үйде арнайы аппараттың көмегімен ұнтақты жемісіңіздің шырынын дайындаңыз. Ең тиімдісі әрі пайдасы лимон шырны екенін ескеріңіз. Келесі бұл қызылша шырны. Қызылша бауырдың айнымас досы десек артық айтпаймыз. Ол қан айналымын жақсартады, қанды тазалайды. Нәтижесінде бауырдың жұмысын жеңілдетіп, артық шлактан арылтады. Егер қызылша шырны
сәбіз, лимон, зімбір, базилик немесе қарбыз шырындарымен араластырып ішсеңіз, барлық ағзаңыздағы аурудан сақтап, жалпы саулығыңызды жақсарта аласыз. Есіңізде болсын, ұсынылған сусын күніне 3 рет 200 граммнан ішесіз. Емді 1 ай бойы үзбей жалғастырыңыз. Бауырыңыз ауырып жүрсе, алма шырынынан банан, авокадо, сұлы және гүлді қырыққабатты көбірек жеңіз. Ал келесі бір тәсіл бұл бауырды зәйтүн майын қолдана отырып тазарту. Өйткені ол ең күшті өт қуғыш өнім. Күніне 1 ас қасық зәйтүн майын ішіп тұрса, өт көп бөлінеді де майлар ыдырап, ішек жұмысы жақсарады. Өт бауырда, өт қабында іркілген қақты өзіне тартып, ағзадан табиғи жолмен шығарады. Тазартуды күн сайын таңертең бастайды. Аш қарынға 1 ас қасық май ішсеңіз жетіп жатыр. Оған аздап лимон шырынын қоссаңыз да болады. Мұндай тазартуды 1 ай, 2 ай, тіпті ай сайын жасауға да болады. Жағдайыңызға қарай көресіз. Пайдасы болмаса зияны жоқ. Егер бауырыңыз ластанған болса, жоғарыда аталған тәсілдерді дұрыс қолдана отырып тазартсаңыз, онда сізде мынандай өзгерістер пайда болады. Денсаулығыңыз жақсарғанын сезінесіз. Қан тазарғасын, ағзаның барлық жұмысы жақсарады. Бастың ауруы жоғалады. Тыныс алу, ас қорыту жақсарады. Ауыздан жағымсыз иіс, ащы дәм жоғалады. Терінің түсі оңалады, көз қарашығының айналасы өзінің табиғи реңін табады. Көз астындағы қара дақтар, оның қалталанып тұруы жойылады. Тіпті ұсақ әжімдер де жоғалады. Өзіңізді жеңіл сезініп, көңіл күйіңіз көтеріледі. Сонда да ескертетін жайт, егерде сізде созылмалы ауруларыңыз бар болатын болса, халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде өз дәрігеріңіздің кеңесінен өтіңіз.